Бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз бала тәрбиесі жайлы болмақ, яғни бала тәрбиесіндегі 5 негізгі мәселені атап өтеміз. Жалпы бала ол өміріміздің мәні, көзіміздің қуанышы. Баланың жақсы болып, көрегенді, ибалы, иманды болып өсуі әрбір ата-ананың көкейіндегі бір арманы. Жалпы дегенмен де баланың сондай парасатты, көрегенді, ақылды болып өсуін қаласаңыз, ең бірінші ата-ана өзін тәрбиелеуі қажет. Яғни қазақта айтады, әке көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішер деп. Яғни әкесіне қарап ұл бала бой түзейді, анасына қарап қыз бала бой түзейді. Жалпы темекі шегіп, ішімдік ішіп, нашақорлыққа бейім әкені көрген бала кішкентай кезінде білінбейді, бірақ өсе келе осы қасиеттерді өз бойынан көрсетуі әбден мүмкін. Яғни сіз балаңыздың мықты болғанын қаласаңыз, өзіңіз де сондай мықты болыңыз, сабырлы болыңыз, ұстамды болыңыз. Және де адамдармен жақсы мәміледе болыңыз. Сонымен қатар әрбір айтқан сөзіңізбен ісіңіз бір-бірімен сәйкес келіп тұрса, бұндай тәрбиені көрген, бұндай әке мен ананы көрген бала міндетті түрде сондай бір осы қасиеттерді өз бойынан көрсетеді. Бала тәрбиелеу жолындағы екінші мәселе ол баланы адал жолмен азықтандыру. Әкенің тапқан адал табысымен бала азықтанады, өзінің қажеттіліктерін өтейді. Егер де арам жолмен келген ақша болса, немесе дұрыс емес жолмен табылған ақша болса, бұл баланың санасында сондай бір күнәнің дәнін егуі мүмкін. Адам мың жасамайды, адам ұрпағымен мың жасайды дейді. Яғни Абай атамыздың да мынадай сөзі бар: баланы тәрбиелеу жолында дүние мүлкіңді аяма дейді. Бала тәрбиелеу жолындағы негізгі үшінші мәселе ол баланың миын зерттеу. Яғни баланың кішкентай кезінен бастап оның оң жақ немесе сол жақ миының қайсы бірі өте жақсы дамиды. Яғни сіз соған байланысты, баланың дағдылануына байланысты, баланың қызығушылығына байланысты баланы сол салада өзінің шыңдалуына мүмкіндік беру. Біздің ата-аналардың жасайтын қателігі өзіміздің қалаған мамандыққа, өзіміздің жақсы көрген мамандыққа баланы сол мамандыққа қарай итермелейміз. Яғни бұл өте дұрыс емес нәрсе. Баланың қызығушылығына мән беріп, баламызды сол салада шыңдалуына мүмкіндік берсе, ол саланың өте мықты маманы болуы әбден мүмкін. Баланы тәрбиелеу жолындағы төртінші мәселе, бала қателіктерге бой алдырған уақытта, проблемаларға тап болған уақытта, оның тауын шағып, балағаттағанның орнына баламыздың қолынан ұстай отырып, оған проблемаларды шешу жолын көрсетуіміз қажет. Бала тәрбиелеу жолындағы негізгі бесінші мәселе ол балаға руханиятты енгізу. Яғни балаға ұят болады, обал болады, сауап болады деген нәрселерді айта отыру. Егер де баланың бойында руханият болмаса, ол бала спортта, ғылымда мықты болуы мүмкін, бірақ өзінің спорттағы мықтылығын басқа жерде біреудің мұрнын бұзып, тұмсығын жарып, осындай деңгейде көрсетіп жүруі әбден мүмкін. Қорытындылай келе, жалпы қазақта айтады, бір жылдығын ойлаған егін егеді дейді, 100 жылдығын ойлаған тал егеді дейді, ал 1000 жылдығын ойлаған ұрпақ тәрбиеледі дейді. 1000 жылдығымызды ойласақ, осындай тәрбиелі, парасатты, ақылды ұрпақтарымыз көп болсын. Алла тағала әрбіріміздің ұрпақтарымызды сондай саналы, иманды қылып, көзіміздің қуанышы, өміріміздің мәні болуды нәсіп етсін.